Hello everyone, how are you? Today we are going to talk about suffixes full and less, adding to the noun to describe the quality of something. In English, in Kazakh, we don't have suffixes, but in Russian we have suffixes. Yani қазақ тілінде бізде суффикс жоқ, оны біз жалғау дейміз, ал орыс тілінде бар олар. Full және less дегеннің айырмашылығын қарастырайық. Зат есімге, мысалы, power деген сөзге, күш деген сөзге fullды жалғайтын болсақ, онда күшті деген мағынаны білдіреді. Ал less деген сөз жалғасақ, күшсіз, яғни күші жоқ деген сөз. Hope деген сөз үміт, hopeful үмітке толы. Hopeless үмітсіз. Harmful бұл жерде болымсыз сияқты мағынада білдіруі мүмкін. Енді full деген сөз. Harm зиян, harmful зиянды. Harmless зиянсыз. Яғни ол плюс минус деп айтсақ та, fullды көбіне бірдеңеге толы, жағымды жағы десек те, бірақ кейбір кезде ол жағымсыз жағында көрсетеді, ал less керісінше болуы да мүмкін. Яғни less деген сөз сыз, сіз деген жалғауларда атқаратын болса, мысалы жалғаулар жалғанатын болса, күшсіз, үмітсіз, зиянсыз деген сияқты. Ал full деген сөз л, д деген сияқты жалғаулар жалғануы мүмкін. English Plus 7-ші сынып оқулығында сіздерге екі түрлі таблица берілген. Міне less және full жалғауларын, суффикстарын жалғау керек. Және олар нені білдіреді? Жаңа мыналарды айтып өттік. Мысал ретінде pain ауырсыну деген сөз, иә? Painful ол ауыртатын. Painless ауыртпайтын дегені мағынаны білдіреді. Ал 4-ші тапсырмада сіздерде екі сөздің біреуін таңдау керек мұнда. Choose the correct word. You lost your library card again. Why are you always so careless? Яғни, сен неге сондай абайсыз, ебедейсізсің деген сияқты, иә? Ал careful десек, онда ол мүлдем сәйкес келмей қалады. Екі less пен fullдың айырмашылығын түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Okay, thank you.